Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі жасалуы өте оңай салаттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен піскен етімізді ұзынша етіп, барлығын бір келкі етіп турап алатын боламыз. Қыздар, менің каналымда бұдан да басқа рецептердің түрлері өте көп. Міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Етіміздің барлығын турап болғаннан кейін тұздалған қиярымызды ұзынша етіп турап аламыз. Жұмыртқаны да дәл осылай ұзынша етіп турап аламыз. Барлығын турап болғаннан кейін ыдысымызға орналастырып шығамыз. Біздің салатымыз дайын. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Өте дәмді әрі жасалуы да өте оңай. Енді бетіне майонезді осылай сеуіп шығатын боламыз. Рецепт ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансая.